Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі математика сабағымызда ыдыстың сыйымдылығы және сұйықтың мөлшерін болжап көреміз. Сабағымызға болды мен бат деген бала келіпті. Жаздың шырайлы бір күні анасы оларға: балалар, маған көмектесіңдер, су әкеліп беріңдер деп бат пен болдыға тапсырма берді. Болды темір кәтелмен, бат қызыл кәтелмен суға барды. Су әкелгеннен кейін шешесі оларға: қайсын көп әкелдің, қалай білеміз деп сұрақ қояды. Олардың қайсы көп әкелгенін қалай білуге болады? Ақылдасып, қайсымыз көп су әкелгенімізді сызғышпен өлшейік. Бат ыдысының биіктігін өлшеп, биік ыдыспен су әкелгендіктен менікі көп. Сонда болды ыдыстың енін өлшеп, кейін ыдыспен әкелгендіктен менікі көп дейді. Шешесі екеуінің жауаптарын құптамады. Олай болса, екеуміз таразыға салып өлшейік. Таразыға салғанда болдының әкелген суы ауыр болды. Сонда шешесі: мен тағы сендердің жауаптарыңа келіспеймін. Себебі болды темір кәтелмен барғандықтан темір ыдыс ауыр тартады, бат қызыл пластмасса кәтелмен барғандықтан ол жеңіл тартады дейді. Енді қалай суымызды өлшейміз? Олай болса, енді кесемен өлшейік дейді. Болды, мынандай көк кесемен суды өлшегенде 12 кесе су шықты. Бат сары өңді биік кесемен өлшеп көргенде 15 кесе су шықты. Бат: менің суым 15 кесе су шыққандықтан менікі көп деді. Сонда шешесі тағы келіспеймін дейді. Себебі болды үлкен кесемен, бат кішкене кесемен өлшегендіктен көлемі әр түрлі болады. Мынандай бірдей көлемді судың ыдыстарына құйып өлшеп көрейік. Сонда болдының әкелген суы 3 ыдыс, баттың әкелген суы 3 ыдыс болды. Болды мен баттың әкелген суы бірдей 3 ыдыс болады. Шешесіне екеуміз де бірдей 3 ыдыс су әкеліппіз. Сонда шешесі келіседі. Бұл ыдысымыздың мөлшері 1 литрді көрсетіп тұрғандықтан 3 ыдысымыз 3 литр су болады. Болды 3 литр су, батта 3 литр су әкелді деген сөз. Тәжірибе жасайық. Бұл ыдыста 1 литр су бар ма, жоқ па дегенге тәжірибе жасап көрейік. Бұл сұйықтықты өлшейтін көрсеткіші бар ыдыс. Бұл ыдыстың бас жағында 1 литр деп мөлшері жазылған. Алдымен мұғалімдерің қолбағын киіп алсын. Мұнда 1 литр су бар ма? Көрейік. Ыдыстағы суымыз 1 литр көрсеткішті көрсетіп тұр. Олай болса, мұны 1 литр су екен. Бат пен болды 3 литр су әкеліпті. Мен 4 бұрыш куб пішінді шаршы ыдыс әкелдім. Ыдыстың ұзындығын бәріміз көрейік. 0-ден бастап 10 сантиметр. Ені 0-ден 10 сантиметр. Биіктігі 0-ден бастап 10 сантиметр екен. Қай жағынан да 10 сантиметр ұзындықта 10 сантиметрді 1 дециметр деп көрсек, ұзындығы, ені, биіктігі 1 дециметр болатын ыдысқа 1 литр суымыз сыя ма, жоқ па? Тәжірибе жасайық. Бір литр суымыз
Қай жағынан да 1 дециметр шаршы текшеге сыйды. Дүние жүзінде жан жағы 1 дециметр текшеге сиятын суды 1 литр деп есептейді. Ресей, Қытай, Корея, Америка, Моңғол мемлекеттерінде де солай есептейді. Сұйықтықты литр деген бірлікпен өлшейді. Сүт, май, жаңармай сияқты сұйық заттарды литрмен өлшейміз. Литрді қысқартып ыл әрпімен белгілейміз. Келесі тәжірибемізге мынандай қаттылау қағаз керек. Ұзындығы 10 см, биіктігі 3 см болатын 3 дана қатты қағаз қажет. Бұл қағаздарды бүктейміз. Мына қағазды тең 4 бөлікке бөліп бүктейміз. Тең ортасынан ұстап, екі шетін теңестіріп, теңескен жерін скотчмен жапсырамыз. Екі ұшын екі шетін теңестіреміз. Скотчмен жапсырайық. Біз 4 бұрыш пішінді ыдысты болдық. Ыдысымызды мұнда қояйын. Келесі қағазымызды тең 3-ке бөліп бүктейік. Болжап көреміз ең біріншіде. 2 тең 3-ке бөліп бүктеп, 2 ұшын скотчмен жапсырайық. Артық кем шығаруға болмайды. Теңестіріп скотчлаймыз. Міне 3 бұрыш пішінді ыдысты болдық. Соңғы қағазымызды дөңгелек пішінді болдырып жапсыратындықтан 2 шетін скотчлаймыз. Артық кем шығаруға болмай жапсырамыз. Міне дөңгелек пішінді ыдысты болдық. Осы 3 ыдыстың қайсысына көп маржан сияды? Барлығымыз тауып көрейік. Табу үшін отбастарыңмен ойнауға болады. Қандай да бір ыдысқа қанша маржан сияды, қанша асық, қанша қалақ күріш, қанша қалақ тұз сияды деп ойнап көруге болады. Дәптерлеріңе мына кестені сызыңдар. Мұнда ойнайтын адамдардың аты жазылған, шешесі болды бат деп. Дөңгелек пішінді ыдысқа қанша маржан сияды? 4 бұрыш пішінді ыдысқа қанша маржан сияды? 3 бұрыш пішінді ыдысқа қанша маржан сиядынын болжап жазыңдар. Мына дөңгелек пішінді ыдысқа қанша маржан сиятынын санап көрейік. Толтырып маржанымызды саламыз. Соңғы біреу артық екен, оны алып тастайық. Енді санайық. Мұғалімдеріңмен бірге санаңдар. 2, 4, оған 3-ті қоссақ 7, оған 3-ті қоссақ 10,
Оған 5-ті қоссақ 15. Оған 5-ті қосамыз 20. Оған 3-ті қосамыз 23. Оған 5-ті қосамыз 28. Мұна тұсқа 28 маржан сияды екен. Енді мұна 4 бұрыш пішінді тұсқа, мұна тұсқа салған маржанмен бірдей сияма, жоқ па? Мұна дөңгелек пішінді тұстағымыз аз ба, көп пе дегенді болжап көрейік ең біріншіде. Ең біріншіде болжап жазыңдар кестеге. Барлығымыз санап көрейік. Қосып санаймыз. 6, оған 6-ны қоссақ 12, оған 5-ті қосамыз 17, оған 4-ті қосамыз 21. Дөңгелек пішінді ұтысқа 28 дана маржан сияды екен. 4 бұрыш ұтысқа 21 дана маржан сыйған. Енді 3 бұрыш пішінді ұтысқа қанша маржан сияды? Болжап көріп, болжағандарыңды жазып қойған шығарсыңдар. 4 бұрыш пішінді ұтыстағы маржаннан көп сияма, аз сияма? Болжап көрейік. Толтырып салайық 4 бұрыш ұтысымыздағы 3 бұрыш пішінді ұтысқа қанша маржан сияды? Санап көрейік. Мұғамдарыңмен бірге санаңдар. 5, оған 5-ті қоссақ 10, оған 5-ті қоссақ 15, оған тағы 2-ні қоссақ 17 дана маржан сияды екен. 3 бұрыш пішінді тұсқа 17 маржан сыйды. Осыған барлығымыз қорытынды шығарайық. Бірдей өлшемді қағаздан әр түрлі пішінді жасадық. Болыстар дөңгелек, 4 бұрыш, 3 бұрыш пішінді болғандықтан, ішінің сыйымдылығы әр түрлі болады. Болды. Мұна тұстағы маржан үлкен маржаннан қанша сияды, және кішкене маржаннан қанша сияды? Осы тұсқа үлкен маржаннан көп сияды, және кішкене маржаннан аз сияды. Биіктігі бірдей болғанымен, ішіндегі заттың пішініне байланысты әр түрлі болады. Болжап тауып көрейік. Келесі тәжірибемізді жасайық. Ыдыстың сыйымдылығы мен сұйықтың мөлшерін болжап табайық. Жалпақ қырлы кесе мен биік тікше кесенің қайсына көп су сияды? Мөлшерлеп көрейік. Болжап көрейік, балалар. Жалпақ қырлы кесені дөңгелекпен белгілейін. Биік тікше кесені 4 бұрышпен белгілейін. Екеуінің қайсына көп су сияды? Жалпақ қырлы кесеге көп сияды десек, былай белгілейік. Биік тікше ыдысқа көп сияды десек, былай белгілейік. Екеуіне бірдей су сияды десек, былай белгілейік. Ең алдымен мұна ыдысқа біріншісін А деп, екіншісін Б деп, үшіншісін В деп белгілейік.
Қайсына ең көп су сияды? Бәріміз болжап көрейік. Ең алдымен мына ыдысқа су толтырып алайық. Толы су болды. Келесі ыдысымызға құйып көрейік. Көп бола ма, аз бола ма? Олай болса, екі ыдысымыздың мөлшері бірдей екен. Екі ыдысымыз тең екен. Мына екі ыдысты салыстырайық. Биіктіктері бірдей. Мынау еннен кішкене, кішілеу. Осы екі ыдысқа бірдей мөлшерде су сыя ма? Қалай ойлайсыңдар балалар? Су құйып өлшеп көрейік. Мына ыдысқа су құю үшін сұйық пайдаланамыз. Құйған суымыз аз болып қалды. Олай болса, мына ыдыстың мөлшері, сыйымдылығы бәрінен үлкен екен. Пішіні әр түрлі болғанымен, сыйымдылығы бірдей болуға болады. Дүкенге барғанда 1 литр, 2 литр ыдыстарға қойылған азық-түліктер болады. Мынау шырғанақ. Мөлшерін көрейік, мөлшері 1 литр. Енді сүттің мөлшерін көрейік. 1 литр. Сусынның мөлшерін көрейік. Сусынның мөлшері 2 литр. Шырғанақ пен сүтті көп пайдаланып, газдалған сусынды көп пайдаланбаңдар. Денсаулықтарыңа зиян. Енді экрандағы судың мөлшерін анықтайық. Сендер дәптерлеріңе мына кестені сызып жазыңдар. Мына суретті суларыңа болады. Литрлердің арасын 1 сантиметрмен алыңдар. Өлшемін. Ыдыстарының биіктігін 2 сантиметрмен алсаңдар болады. Литрдің арасы, ыдыстардың енді мына ыдыстардың сыйымдылығына назар аударыңдар. А ыдыстың сыйымдылығы 5 литр, Б ыдыстың сыйымдылығы 5 литр, В ыдыстың сыйымдылығы 9 литр, Г ыдыстың сыйымдылығы 6 литр. Д ыдысымыздың сыйымдылығы 7 литр. Ыдыстарымыз осындай сыйымдылықта екен. Енді ыдыстарымыздың ішіндегі сулардың мөлшерін анықтап көрейік. А ыдысымыздағы суымыздың мөлшері қандай? Неше литр су бар екен? 1 литр. Б ыдысымызда қанша литр су бар? 4 литр су бар екен. В ыдысымызда қанша литр су бар екен? 7 литр. Г ыдысымызда қанша литр су бар? Су жоқ, құр екен. Д ыдысымызда қанша литр су бар? 7 литр су бар екен. Осы сұйықтықтардың ішіндегі мөлшерде 7 литр су бар екен. Бұл ыдыстардың ішіндегі сыйымдылықтары бірдей ыдыс бар ма? А және Б ыдыстар. Екеуінің сыйымдылығы бірдей. Мына кестенің біріншісіне ыдыстардың сыйымдылығын, екіншісіне судың мөлшерін жазыңдар.
Жазғандарыңды сәйкестіріп көріңдер. Сендерден сұрақ қояйын. 7 литрлік ыдысқа қосып 1 литр су құюға бола ма? Болмайды. Асып төгіліп қалады. Ал 9 литрлік ыдыста 7 литр су бар. Оған толтырып су құйсақ, қанша литр су құямыз? Осылай есеп құрастырып шығаруға болады. Үйлеріңде есеп құрастырып шығаруға болады. Енді есеп құрастырайық. Тарғыл сиырдан күніне 12 литр сүт алады. Ал ала сиырдан 9 литр сүт алады. Мына берілім бойынша есеп құрастырып шығарыңдар. Есеп құрастырып шығарған болсаңдар, болтының құрастырған есебін көрейік. Тарғыл сиыр неше литр сүт артық береді? Осы есепті қалай шығарамыз? Ең алдымен есептің сөзін оқып шығамыз. Осы есепке белгілеу жасайық. Тарғыл сиырды Т әрпімен белгілейік. Ала сиырды А әрпімен белгілейік. Тарғыл сиырдан 12 литр сүт аламыз. Ала сиырдан 9 литр сүт аламыз. Нені табамыз? Тарғыл сиыр ала сиырдан неше литр сүт артық беретінін табамыз. Шығарыңдар. Өте жеңіл есеп. 12 литрден сүттен 9 литр сүтті алғанда жауабын өздерің табыңдар. Атауы литр сүт деп шығады. Жауабын өздерің қойыңдар. Баттың құрастырған есебін көрейік. Бат 2 сиырдан барлығы қанша литр сүт аламыз? Тарғыл сиыр мен ала сиырдың сүтін қайтамыз, қосамыз. Қалай шығарамыз? 12 литр сүтке 9 литр сүтті қосамыз. Өздерің шығарып аласыңдар. Атауы литр сүт. Өздерің есептеп шығарыңдар. Келесі есепке назар аударайық. Үлкен чайнекте неше кесе чай сияды? Кішкене чайнекке 4 кесе чай сияды. Үлкен чайнекке кішкене чайнектен 2 чайнек чай сияды. Үлкен чайнекке неше кесе чай сияды? Осы есепке белгілеу жасайық. Белгілеу жасағанда үлкен чайнекті барлығымыз дөңгелекпен белгілейік. Кішкене чайнекті 4 бұрышпен белгілейік. Кішкене чайнекке 4 чыны чай сияды. Чыныны 3 бұрышпен белгілейік. Кішкене чайнекке 4 кесе чай сияды екен. Бұлай белгілеуге болады. Үлкен чайнекке қанша кесе чай сияды екенін табайық. Есептеп шығарыңдар. Есептерінді мұғалімнің жауабымен салыстырыңдар. Бір кішкене чайнекке 4 кесе чай. Келесісінде 4 кесе чай болса, барлығы қанша кесе чай болады? 8 кесе чай сияды. Олай болса, үлкен чайнекке 8 кесе чай сияды.
Ендігі есепті ауызша есептейік. Өздеріңді тексеріңдер. Төмендегі есепті өсу ретімен жазыңдар. Келесі есепті салыстырыңдар. Үй тапсырмасына оқулықтың 119 бетіндегі 503-тен 506 аралығындағы есептерді шығарыңдар. Үйлеріңдегі чайнек, ыстық шайнек және басқа да ыдыстардың ішіне неше чыны су сиятынын өлшеп көріңдер. Немесе чыны кеселерге қанша қасық тұз, неше қасық құмшекер сиятынын өлшеп көріңдер. Чыны кеселерге асық маржан сияқты заттарды салып, қанша сиятынын санап көрулеріңе болады. Бүгінгі математика сабағымызда ыдыстың сыйымдылығы мен сұйықтықтың мөлшерін болжап үйрендік. Сабаққа назар аударғандарыңа Загчирд анхааралд орсон хүүхдүүд та нартай баярлалаа.